шабыт беретін ой мен сенімділікті тілеймін. Осы сәтімізді әдемі жалғастыру үшін бір-бірлеріңізге әдемі тілектеріңізді жолдасаңыздар. Сендерге табандылық пен сенімділік, жарқын ой мен қуанышты көңіл-күй серіктерің болсын. Бір жаңа сабақ сендерді білімге жетелесін. Білімге деген қызығушылықтары артарласын, таусылмас Біліммен тілеймін. Деп жүр, жақсы ойла, сонда бәрі жақсы болады. Жақсы, тамаша. Ал енді топқа бөлініп алайық. Ол үшін үстелдің үстінде тұрған қазақтың ақын жазушыларының бейнесі бар фотосуретті таңдау арқылы біз сіздермен топқа бөлініп алайық. Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» шығармасын үйге оқуға берген болатынмын. Үй жұмысын пысықтау үшін мен сіздерге миға шабуыл әдісі арқылы 3 сұрақты, негізгі сұрақтарды дайындап алып келдім. Бірінші сұраққа назар аударсақ. Ләйла бейнесі арқылы Роза Мұқанова қандай қоғамдық және рухани проблемаларды көтереді? Жақсы? Роза Мұқанова бұл шығармада қоғамдық немқұрайлылық және балалардың болашақ қауіпсіздігі үшін жауапкершілік мәселесін көтерген. Жақсы. Сұрақтың жалғасы ретінде кім өзінің ойын қосады екен? Ләйла бейнесі қайғы мен әділетсіздікті бейнелейді. Және автор осы арқылы өмірден сабақ алуды және өмірде болып жатқан қиындықтарды төзіммен қарсы алуды. Жақсы, екінші сұраққа назар аударайық. Роза Мұқанова «Мәңгілік бала бейне» драмасы арқылы ядролық қасіретті адамзаттық трагедия деңгейіне қалай көтерген? Роза Мұқанова бұл шығармасында Семей ядролық полигонының салдарынан зардап шеккен Ләйла есімді қыздың тағдыры арқылы ядролық қасіретті барлық адамзатқа ортақ қайғы ретінде көрсеткен. Ләйланың денесі өспей мәңгілік бала бейнеде қалуы полигон салдарынан бүлінген өмірдің символы. Бұл трагедияның тек бір отбасының немесе бір елді мәселесі ретінде емес, жалпы адамзаттың болашағына төнген қауіп ретінде көтереді. Осылайша шығарма жеке тағдырдан жалпы адамзаттың деңгейіне көтеріледі. Үшінші сұраққа назар аударайық. Соңғы сұрақ. Мәңгілік ұғымы қандай философиялық мәнге ие? Жақсы. Мәңгілік бұл жерде уақыттың тоқтауы емес, адамның азаптық өмірін ұмытылмауы дейді. Ал балалар, ендеше бүгін тақырыбымызды жалғастырамыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы Роза Мұқанова «Мәңгілік бала бейне» шығармасындағы өмірлік құндылықтар. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Ал сабағымыздың мақсаты шығармадан өз көзқарасын дәлелдейді, орынды қолданады, шығармадағы рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырады. Қазіргі шығармалардың ішінде экологиялық тақырыптарға өзгеше өң беріп, көркемдік тәсілдеріне жаңаша баға беріп жүрген жазушылардан Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» трагедиясын айта аламыз. Осы тұрғыда 8 қырлы ой әдісі бойынша Говард Гарнердің көп қырлы зият теориясы бойынша 8 жолды өмірлік құндылықты жаңа сабағымызбен байланыстырдық. Бірінші тапсырма 3 топқа да берілді. Дескрипторлар таратылды 3 топқа да. Дескриптормен таныс болсаңыздар. Тапсырма 3 топқа да беріледі. Сіздерге қазір А3 форматтағы қағазды сынамын орындайсыз. Бірінші топтың тапсырмасы шығармадағы трагедияны музыкамен байланыстыру, оқиға желісіне сай музыкалық атмосфераны елестетіңіздер. Сіздерге сұрақ: Ләйла бейнесіне қандай әуен сай келеді? Екінші тапсырмаларыңыз: ядролық сынақтардың табиғатқа әсерін, экологиялық салдарын талдаңыздар дейді. Және сұрақтарыңыз: табиғат пен адам арасындағы тепе-теңдік бұзылғанда екінші топтың тапсырмасы ядролық сынақтардың нақты статистикасы мен салдарын зерттеу арқылы Ләйла тағдырына не себеп болғанын сандық тұрғыда түсіндіресіздер. Сіздерге сұрақ: Семей полигонында қанша жарылыс жасалды және неше адам зардап шекті? Екінші тапсырмаларыңыз: Ләйланың бейнесін суреттеу, сахна
қойылымын елестету немесе сурет арқылы шығарма мазмұнын бейнелеңіздер. Сұрақ: егер сахнада көрсетілсе, Ләйла қандай киімде және қандай жарықта болар еді? Бұл екінші. Үшінші топтың тапсырмасы: автордың тілдік шеберлігі, кейіпкер бейнесін жеткізудегі көркемдік тәсілге назар аударыңыздар. Сіздерге сұрақ: мәңгілік бала метафорасы қандай мағына береді? Соңғы үшінші топтың тапсырмасы: шығармадағы өзара қатынастар, қоғам мен отбасының рөліне назар аударыңыздар. Сіздерге берілген сұрақ: қоғам Ләйла сияқты балаларға қалай көмек көрсетуі керек еді? Ал іске сәт. Ләйланың ешқашан ексемейтінін, өмірінің қайғылы түрде үзіліп, бала кейпінде қалатынын білдіреді. Бұл бейкүнә баланың үнін қоғам бұндай жағдайға жол бермеу керек еді. Ерте орайда ең дос моральді қолдауға ең басты міндет. Жарайсыңдар. Отыра қойыңыздар. Келесі топ. 1989 жылдар аралығында 465 ядролық жарылыс жасалды. 1,5 миллион адам зардап шекті. Ләйла сахнада көрсетілетін болса, ол ақ көйлекпен шашы өрілген, жүзі бозарылған түрде болады еді. Мұның тәртіпті үмітсізден көрсететін, ол сахнаның бозғылт түсі. Жарайды. Жақсы, рахмет. Табиғатта адам да бірге зардап шегеді. Жарылыстар тіршілік атаулыға қауіп төндіреді. Бұл Ләйла сияқты балалардың қасіретіне себеп. Бізге қойылған екінші сұрақ, ол музыкаға байланысты сұрақ. Бұл жерде сырлы баяу әуен, скрипка немесе домбыраның мұңды үні. Мысалы, Құрманғазының Қайран шешем күйі ішкі қасіретті жеткізеді. Демек, сіздер музыкамен Ләйланың музыкасын осылай байланыстырып тұрсыздар, иә? Бүгінгі сабақта топтар өзара бір-бірін бағалайды. Топтың жауабы мені қанағаттандырды. Жарайды, жақсы. Бірінші тапсырмада екінші топтың жауабы жұмысы ұнады, өте керемет шықты. Детальді ақпараттар көп болды. Жарайсың. Үшінші топтың жұмысы өте қатты ұнады, олардың жұмысы өте әдемі болды. бірінші тапсырма бойынша бірінші топқа жақсы деген баға беремін. Екінші тапсырма тулминг әдісі бойынша жүзеге асады. Трагедиядағы фактыны осылайша болғандықтан растайсыздар, себебін жазасыздар, негіздемені келтіресіздер, жоққа шығарасыздар. Егер болмаса және соңында трагедияны қорытындылайсыздар. Екінші тапсырманың дескрипторы да таратылды. Трагедияның фактісі. Ләйла Успети мәңгі бала бейнесінде қалды. Ядролық сынақтың әсерінен денесінің бұзылғаны. Факты, иә, бұл денесінің өспей қалғандығы фактісі ретінде қабылдапсыздар. Жарайды. Келесі. Шығарма жазылмаса, ядролық сынаманың не екенін білмес еді. Жарайсыңдар. Тамаша. Расында да егер бұл шығарма жазылмағанда, ядролық сынамалардың не екенін біз білмес едік, иә? Қара ауылына төнген қауіпті біз Балашаққа адам тағдырына үлкен қауіп. Шығарманың негіздемесі өнер мен әдебиет арқылы өткенді, қазіргіні, болашақта деген түсіну. Келесі. Егер трагедия болмаса, ядролық сынақтарда. Ядролық сынақтардың шынайы Трагедияның фактісі, тағдыр өмір, мәңгілік бала бейне. Трагедияның адам жан дүниесінің нәзік екенін ашып көрсетті. Трагедияның растауы, мәңгілік Ләйленің Трагедия осылайша Ләйланың бала үміті, арманы, махаббаты өмірге де болғандықтан айбей сырласуы, жауапкершіліктің Екінші тапсырма бойынша бірінші топтың жауабы ұнады, бірақ қорытындысы аз болды.
Үшінші топ менің ойымша өзіне берген тапсырманы әрине де жақсы алып шықты, бірақ та мен байқаған бір кемшіліктер болды. Яғни олар негіздемесінен сәл-пәл басқаша жазу керек пе, басқаша факт қолдану керек пе. Бірақ та әрине олар барлығы ұйымшылдықпен жақсы тапсырмалардың жауабы маған өте қатты ұнады, өйткені кітаптан басқа бір жаңа ақпараттар өсімінен Бүгінгі сабақта біз Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» шығармасы арқылы ауыр шындықпен таныстық, ядролық сынақтың адам тағдырына, әсіресе балалар өміріне қаншалықты қауіп төндіргендігін көре отырып, адамгершілік, қайғы, үміт пен рух мызғымастығы туралы терең ойға баттық. Ләйла бейнесі тек бір баланың ғана емес, тұтас бір ұлттың трагедиясын бейнелейтін символ. Шығарманың басты ойы өмірге деген құлшыныс, өмірдің құндылығы, осы өмірдің бақыты 12 мүшенің сау болып туылғандығын бізге шығарма. Енді балалар 4 сөйлем әдісі бойынша сабағымызды бекіттік. Біздің пікіріміз бойынша мәңгілік бала бейне трагедиясы адам тағдыры мен қоғамның жауапкершілігін терең суреттейтін дәлел. Автор Ләйла бейнесі арқылы ядролық сынақтардың зардабын көрсете отырып, бүкіл бір ұлттың Ләйланың арманы, жүрек тазалығы мен өмірге деген сенімі. Кері байланыс 3-2-1 әдісі арқылы өтеді. Ол үшін шығармадағы 3 маңызды ақпарат, 2 қиындық тудырған аспекті және 1 ұнаған әдістеріңізді атап өтіңіз. Ләйла бейнесі таза жүрек пен Екінші маңызды ақпарат шығармада қоғамдық мәселелер көркем түрде жеткізілді. ол мәңгілік бала бейне шығармасы Семей ядролық полигонының құрбандарының бірінші қиындық, екінші қиындық шығармадан үзіндіні таңдап, оған дәлел келтіру. Сөйлем әдісі маған ұнады. Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» шығармасын тағы да оқып келу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.